Бүгін біз сіздермен өкпе аускультациясын талдайтын боламыз. Жалпы бұл өкпе профилептикасының екінші бөлімі. Бірінші бөлімді көріп шықсаңыздар болады, көрмегендер болса. Бірінші бөлім аускультация. Жалпы видео басталмай жатып, мына видеоға лайк, комментарий міндетті түрде достар. Сіздердің қолдауларыңыз керек. Осындай қазақ тілді контенттің көбірек адамға көріну үшін. Сонымен қоса менің инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде мен сіздерге пайдалы ақпараттарын бөлсем, соның ішінде стористер өте пайдалы. Кеттік. Өкпенің аускультациясының мақсаты. Ең бірінші мақсат не? Өкпеде қалыпты тыныс дыбыстарын тыңдау, бірінші орында. Патологиялық тыныс жолдарын анықтау, өкпе тінінің, флебраның, бронхтардың жағдайын бағалау. Түсінікті? Мақсаты осы. Енді қараңыздар. Мына жерде алгоритм бар. Ол алгоритмнен бұрын, мына банальный зат біліп алайық. Кез келген процедураны жүргізбес бұрын, кез келгенше ол аускультация болсын, ол басқа да маңызды емес. Бірінші орында науқастың келісімін алу керек. Оны мен мына жерде айтқан жоқпын, бірақ былай түсінуіміз керек. Любой неде ол процедурада пациентпен контактта науқастың бірінші рұқсатын аламыз. Не істейін деп жатырмыз, сол бойынша рұқсат аламыз пациенттен. Екінші, рұқсат берген болса, одан кейін барып тұрып өзіміз қолымызды тазалаймыз, қолданатын инструментін тазалаймыз. Мысалы аускультацияның жағдайында ол біздің стетоскоптың басын тазалау, иә. Қолымызды жылыту, жылы болған жақсы қолымыздың. Одан кейін науқастың белден жоғары киімін ашуын сұраймыз. Шешінуін, иә. Вот. Рұқсат алғаннан кейін басталады бар. Одан кейін барып тұрып, міне аускультацияда науқас тік отыру керек осылай, немесе тікейіп тұрса да болады. Бір қалыпты мұрынмен тыныс алу керек. Фонендоскоппен өкпенің барлық симметриялық аймақтарын тыңдаймыз. Қазір оның бәрін көрсетемін. Алдыңғы беткей, яғни алдыңғы артқы бүйір беткейлерін бәрін тыңдаймыз. Салыстырмалы түрде, яғни екі өкпені салыстырып тыңдаймыз. Себебі бізде екі өкпе екеу болғандықтан оны бір-бірімен салыстырмасақ патологиялар ажырата алмай қалуы мүмкін. Әр нүктені екі жақпен салыстырып тыңдай, науқастың терең бірақ баяу ауамен тыныс алуын немесе тыныстауын сұраймыз. Вот. Келесі. Мына жерде енді текстпен жазып кеттім. Қалай жүргізілетінін жаттап оқып алатын студенттер оқып алсаңыздар болады. Біз ары қарай нүктелерін қарайық. Аускультацияның видеосын қазір мен сіздерге көрсетемін. Бірінші теоретически қарайық. Бірінші бұғана үсті, одан кейін бұғана асты, төменге қарай. И мына сол жақта бізде жүрек болғасын, жүрек бұғана ортаңғы сызықпен толық тыңдалмайды. Себебі ол жерде жүрек тыңдаймыз біз өкпені тыңдағандықтан жүректің үстін тыңдамаймыз, тек қана оң жағын, ортаңғы бұғана ортаңғы сызықпен тыңдап барады екенбіз. Қазір видеода толық түсіндіремін. Сонымен қоса бізде артқы беткей бар, артқы беткейде жауырын үсті, жауырын аралық, жауырын асты. Мына линияларды көрдіңіздер. Омыртқаның тұсынан тыңдамаймыз, себебі омыртқаның тұсынан естілмейді ештеңе. Келесі бүйір. Ортаңғы қолтық сызығынан төменге қарай тыңдаймыз. Түсінікті ғой, бұл не? Ары қарай видеосын көрейік. Көрсеңіздер болады, міне. Бірінші бұғана үстін тыңдаймыз, салыстырмалы түрде. Бұғана үстін не үшін тыңдаймыз? Себебі ол жерде өкпенің ұшы бар. Өкпенің ұшын тыңдаймыз. Одан кейін бұғана астына өтеміз. Көрдіңіздер ғой? Вот. Салыстырмалы түрде екі жақты бірдей. Тік. Екінші қабырғалы аралықтан сол жақта тыңдаймыз. Екінші қабырғалы аралық, үшінші қабырғалы аралыққа дейін. Ары қарай жүректің сол жақты тыңдамаймыз уже. Ары қарай тек қана оң жағын бұғана ортаңғы бұғана сызығымен төмен қарай тыңдап бара береміз. Вот. Алдыңғы беткей сонымен бітті. Түсінікті ғой? Келесі науқастың қолын жоғары көтеруін, басының артына, шүйдесіне қоюын, желкесіне қоюын сұраймыз. Сол кезде қолтық асты аймағы ашылады. Солай біз қолтық асты аймағында ортаңғы сызықпен төменге қарай екі өкпені салыстырып тыңдайтын боламыз. Түсінікті ғой? Тоғызыншы қабырға аралыққа дейін тік тыңдай береміз, салыстырып. Мына каналдың авторына рахмет көп. Видеосын пайдаланғанымыз үшін алғыс білдіреміз. Енді артқы аймақ. Артқы аймақты тыңдамас бұрын науқастан сұраймыз, өзін-өзі осылай құшақтау керек. Сол кезде жауырын ашылады, Бірінші соны айтып аламыз науқасқа, жауырын ашып аламыз. Бірінші жауырын үстінен бастаймыз. Жауырын үсті салыстырмалы түрде екі өкпені бірдей. Жауырын аралық, одан кейін не? Түсе береміз төмен қарай. Жауырын аралық.
одан жауырын астына түсеміз. Жауырын асты. Жауырын үстінен тыңдалмаймыз, себебі ол жауырын деген асты қалың болғандықтан өкпенің дауысы естілмейді одан. Вот жауырын астын төменге қарай 9-шы қабырғалық төменгі бөлігін бәрін деген ақты толық естуіміз керек. Ауаны жұтқан, ауаны шығарған толық естігенше бүкілін осылай салыстырмалы түрде тыңдап шығады екенбіз. Енді қай аймақты тыңдамаймыз біз өкпеде? Жалпы кеуде торында қай аймақты тыңдамаймыз? Бірінші орында ол сол жақ, яғни жүрегіміздің көп аймағы сол жақта орналасқан кеуде торының, сол жақ 3-ші, 5-ші қабырғалық тыңдамаймыз, себебі ол жер жүрек аймағы деп айтылады. Міне. Мұнда өкпе аускультациясы жүргізілмейді, өйткені ол жерде жүрек тондары естіледі. Сол себепті ол жерде тыңдамаймыз біз. Сонымен қоса әйел адамдарда сүт безі бар әйелдерде, мысалы, дыбыс дұрыс жетпейді, себебі сүт безі үлкен болғандықтан оның үстінен тыңдалмаймыз біздер, дұрыс естілмейді. Сәйкесінше біз не істейміз? Сүт безінің айналасынан тыңдаймыз кеудені, өкпені. Ары қарай, енді біз тыныс шулары, енді біз естіген кезде не істейміз? Соны қарастырамыз. Мына жерде мен сіздерге екі түрлі тыныс бар, жалпы негізгі және қосымша деген. Негізгі дегеніміз қалыпты шулар, яғни адамның өкпесінен, дені сау адамнан шығатын шу, ал қосымша дегеніміз патологиялық шу. Әртүрлі патологиялар кезінде анықталатын шулардың түрлері. Жалпы өкпеде екі түрлі шу болады. Нормалық шу, бұл визикулярный, яғни өкпенің бүкіл өкпе аймақтарына естілетін шу. Ф деген әріппен естіледі. Қазір оны құлақпен естіп көресіздер. Дем алу ұзақ болады, бірақ дем шығару қысқа болады. Визикулярный тынысы. Бұл өкпенің барлық тұсында естіледі. Ал бронхтық тыныс деген атайтып тұрғандай, трахея мойын аймағында, трахеяның аймағында, трахеяның тұсында естілетін дыбыс. Ол тек қана сол жерде естілу керек. Бронхтық дыбыс, бронхиальный дыбыс басқа өкпенің аймақтарында естілетін болса, ол патология. Ол сол аймақта болып жатқан инфильтрациялық патологияның бір көрінісі, яғни немесе отелек таз болуы мүмкін. Түсінікті ғой? Бұл бронхтық тыныс тек қана осы бронхты аймағынан шығу керек, трахеяның айналасынан, мойын аймағынан шығу керек. Сол кезде ол норма болып саналады. Басқа аймақтан шықса, ол патология. Ал қосымша тыныс шулары деген, патологиялық тыныс шулары дегенбіз, олардың 3 түрі бар: сырылдар, крепитация және плевралық үйкеліс шуы. Яғни плевра былай жиырылған кезде үйкелетін шу. Ол нормада шықпау керек, шықса ол патология деген сөз. Сырылдар екі түрге бөлінеді: құрғақ сырылдар, ылғалды сырылдар. Жанына патологияларын айтып кеттім, құрғақ сырылдардың түрлерінің бәрін, қандай ауру кезінде неғатын шығатын. Ал крепитация бұл көбіне, сырылдар көбіне бұл бронхтардың патологиясын туындайды, көбіне құрғақ сырылдар. Ылғалды сырылдар көбіне альвеолалардың, соның ішінде ұсақты көпіршікті ылғалды сырылдар бұл альвеолалардың ішінде сұйық толғаннан пайда болады. Ал орташа ірі көпіршікті ылғалды сырылдар болса бронхоэктаз, өкпе абсцессі кезінде. Крепитация бұл көбіне альвеолада, альвеоланың сұйықтыққа толған кезде, қабынулық экзудатқа толған кезде шығатын дыбыстар. Оны қазір естіп көресіздер барлығын. Альвеоланың сұйықтыққа толғаннан кейін ауаны жұтқан кезде соның ішіндегі воздух, оттегі газ өте қиналып кіреді және қиналып шыққандықтан сол үлкен крепитация шуын пайда етеді. Көбіне пневмония кезінде шығады екен. Ары қарай пневмония альвеоланың қабыну ғой. Келесі бұл плевралық үйкеліс шуы. Яғни плевра дем алғанда да, дем шығарған кезде шум пайда болады. Ол плевралық шу деп айтылады. Дем алсақ та ғыз деп білінеді. Қазір оны көресіздер. Адам жүрген сияқты, қар үстінде адам жүрген кезде не болады? Шум естіледі. Кеттік. Тыңдаңыздар. Визикулярный шум. Көрдіңіздер ғой? Жұмсақ Ф. Ф. 3/1 қатынаста. 3/1 дегеніміз міне. Тыныс алу 3 есе, ал тыныс шығару 1-ге тең. Көрдіңіздер? Мынау 3 болса, 3-тен 1 сол. Тыныс шығару. 3/1 қатынас дегеніміз сол. Барлық өкпе аймағында осы шумды естиміз. Бұл норма. Бронхтық дыбыс. Естіңіздер деп ойлаймын, бұл ірі, көрдіңіздер ғой? Бұны біз мойын аймағынан естиміз. Х деген әріппен шығады бұл дауыс. 4-3 қатынаста дегеніміз міне, мынау 4 тыныс шығару фазасы да қатты қысқа емес, визикулярный сияқты. Құрғақ сырыл.
өте жай шығады, естімей тұрғанда болуы мүмкін. Бұл құрғақ сырылдар мына үрлейтін аспап тәрізді шығады. Оны мен мына видеоны сіздерге оригиналын телеграм каналға жазып қоямын. Осы видеоның астына сілтемесін деп қоямын, соны бастан көре аласыздар. Сол кезде дауысы анық естіледі. Бұл шум қандай кезде құрғақ сырыл пайда болады? Бронхтардың тарылған кезде. Екінші, бронхтардың шырышқы қабаты құрғап қалған кезде құрғақ сырыл пайда болады. Оны анық есту үшін не істейсіздер? Телеграмға өтсеңіздер, осы видеоның оригиналын жүктеп қоямын, сол жерден көре аласыздар. Келесі ылғал сырыл, қараңыздар. Көрдіңіздер ғой? Ылғал сырыл не үшін пайда болады? Ылғал сырыл бұл бронхтардың шырышты қабатында эксудат бар, жидкость бар деген сөз. Эксудат жабысып тұрып қағырық. Вот сол ауа жұтқан кезде, шығарған кезде осындай ауаның динамикасына кідіріс келтіреді. Вот сол кезде осындай шу пайда болады екен, сырылдар. Бұл ылғал сырыл, крепитация дегеніміз не, қараңыздар. Альвеоланың ішінде. Көрдіңіздер ғой? Яғни альвеоланың ішінде сұйықтық толып жатыр. Ауаны толған кезде қиналып газ кіреді, и обратно шыққан кезде сонда пұтыр-пұтыр су шығады. Қарапайым стаканға трубкамен үрлесеңіздер, шариктер шығады жоғарыға. Дәл осындай процесс бұл. Плевралық шу, тыңдаңыздар. Плевралық шу, плевра қуысында сұйықтық жидкость бар ғой, сұйық қылып тұратын плевраның бір-бірімен үйкелісуін қамтамасыз етіп тұратын сұйықтық бар, сол сұйықтық азайып кеткен кезде болады. Ол гипогидратация кезінде болуы мүмкін, су жоғалту кезінде, іш өтуі, құсу сияқты. Немесе гиповитаминоз кезінде болуы мүмкін, немесе сол плевра аймағында қабыну, эксудация болған кезінде болуы мүмкін екен осындай шу. Түсінікті ма? Жалпы ол сұйықтық кетіп қалатын болса, плевра өзімен бірге екі плевра жапырағы былай бір-бірімен үйкеле алмайды. Нәтижесінде олар қажалып осындай дыбыс шығарады екен. Тағы айтамын, мына видеоның оригинал нұсқасында телефонды тыңдасаңыздар өте анық естіледі. Мен телеграм каналға салып қоямын, мына видеоның описаниясында сілтемесі бар, міндетті түрде. Жалпы достар, міне аудио форматында тыңдадыңыздар. Жалпы аускультацияға арналған бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Жалпы арамызда 4-ші курсқа ауысқан, терапияға ауысқан студенттер болатын болса, біз жақында осы пульмонология, яғни терапияның пульмонология деген бөліміне сабақтарымызды бастайын деп жатырмыз. Ол курс форматында өтіледі жабық каналда. И міне біздің ол курс бойынша толық ақпарат алу үшін осы видеоның астында сайт болады. Сол сайтқа кірсеңіздер, міне терапия курсы деген аймақта міне пульмонологияның тақырыптарын жазып қойғанмын. Бұйырса осы пульмонология тақырыптары дайын болды, алдын ала тіркеліп менің жекеме жазсаңыздар болады.